Дмитрий Спрейген West Oil компаниясында дәнекерлеуші болып қызмет атқарады. Әріптестері ол туралы өз ісіне мұқият, жауапкершілігі мол деп баға беріп отыр. Дмитрий Спрейген нарықта 20 жылдан астам уақыт қызмет көрсетіп келе жатқан алып компанияның бір бөлшегі. Бұл жерде 90-нан астам қызметкер жұмыс істейді. Олардың бәрі де еліміздің мұнай-газ саласының дамуына үлес қосып жүрген қарапайым еңбек адамдары. Наш персонал проходит обучение. Буквально в этом году 4 специалистов нашего коллектива прошли обучение в Соединенных Штатах, в Хьюстоне. Получили сертификаты таких производителей, как Omni и Brody, на предоставление услуг данных вендоров на территории Республики Казахстан. Также прошли обучение и договорные обязательства заключили с компанией Valmet, это бывший Siemens. То есть все сертификаты у нас имеются, обучение регулярно проходит, то есть весь персонал обучен. West Oil инженерлік компаниясы нарықта 20 жылдан бері қызмет көрсетеді. Олар негізінен мұнай-газ саласына қажетті құралдарды дайындаумен және соларды орнату, қызмет көрсетумен айналысып келеді. Бүгінгі күні компания мұнайды өлшеу және сапасын бақылау құрылғысын, газдың шығынын өлшеу құрылғысын, мұнайды есепке алу құрылғысын дайындап шығарған. Қызметтің негізгі бөлігін қарапайым жұмысшылар атқарады. Биылғы жұмысшылар жылына орай бірнеше маманды арнайы оқытудан өткізіп, үстемақы төлеген. Могу сказать даже той молодежи, которая у меня сын по моим стопам пошел, тоже сварщиком, чтобы дальше продвигались и лучше, конечно, профессия, такая которую именно нужно работать. Сейчас очень много инженеров, а таких мало сварщиков, токарей, слесарей. Вообще профессия хорошая. Конечно, вредная, но очень много достойного, потому что без сварочных работ это никуда. Компания тек Қазақстан аумағында ғана қызмет көрсетпейді. Олар алыс жақын шетелдермен серіктестік байланыс орнатқандарын айтады. Жанат Көшкінбай, Наурыз Халитов, Жайық пресс.